Сәлем құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен адам ағзасындағы бұзылыстардың бірі адамның ұйықтау сәтіндегі қорылдауы туралы айтып беремін. Яғни оның себебін және де емі туралы айтып өтемін. Егер сізге тақырып қызық болса, видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, арнама жазылыңыз. Пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Қорылдау ол адамның ұйқы кезіндегі дем алыс бұзылысының белгісі болып саналады. Әдетте ұйқыдағы адамның тіл, таңдай бөлігі, сондай-ақ жұтқыншақ пен өңеш тіндерінің босаңсуы салдарынан мұрын қуысы немесе ауыз арқылы демді ішке алғанда босаңсыған тіндер ауаның өтуіне кедергі жасап, қорыл туындайды. Қорылдаудың негізгі себептеріне тоқталатын болсақ, мұрын қуысының деформациясы, яғни мұрын қуысы сүйегінің түрлі травмалардың әсерінен өзгеруі, сынуы, майысуы, осының әсерінен қорыл болады. Және қалқанша безінің бұзылуы, нерв жүйесі бұзылысынан әкелген түрлі травмалар, мұрын қуысындағы полип яғни өскін ет, созылмалы ринит, гайморит, яғни қабыну аурулары мұрын қуысының, таңдай тілшесінің ұзын болуы, аденоидтар, мұрын жұтқыншақ тіндерінің өзгерісі қорылдауға әсер етеді. Сондай-ақ адамның алкогольді ішімдік ішуі, темекі шегуі, қатты шаршау, семіздік, яғни артық салмақ та әсер етеді. Ұйықтаған кезде қорылдаған адам жиі оянады. Оған себеп миға оттегінің дұрыс бармауы. Сол себепті ми сигнал жіберіп, адамның жиі оянуына әсер етеді. Қорылдың әсерінен дұрыс оттегімен қамтамасыз етілмегендіктен барлық ағзаға зиян тиеді. Яғни ол бастың ауруына, созылмалы шаршаңдық, ұйқының дұрыс қанбауы, жүрек қантамыр жүйесінің ауруларына, сондай-ақ миокард инфарктіне дейін шалдығуына әсер етеді. Сондықтан да ұйқы кезіндегі ауаның жетіспеуі, яғни апноэ, ол жүректің кенет тоқтауына алып келуі мүмкін. Сондықтан да достар, өзіңіздің немесе жақын адамыңыздың осындай дерті болса, онда денсаулығына байланысты жергілікті емханаға барып, оториноларинголог, яғни қысқаша айтқанда лор дәрігеріне жүгінгендеріңіз абзал. Білікті маман себебін анықтай отырып, бірнеше ем түрін сізге ұсынады. Қазіргі кезде емнің неше түрі бар. Мен сіздерге соның бір-екеуін айта өтейін. Сізге дәрігер консервативті ем ұсыну мүмкін. Яғни дұрыс ұйықтау үшін қорылдаудың болдырмауға арналған түрлі ортопедиялық жастықтар ұсыну мүмкін. Екінші ол хирургиялық жол, яғни полиптерді мұрын қуысындағы алып тастау, таңдай тілшесінің ұзын болуына операция жасау, немесе аденоидтарға қарсы ем жүргізуі мүмкін. Ал үшіншісі ол медикаментозды, яғни дәрілік ем, яғни ол көрсетіліміне қарай сіздегі қорылды шақырушы түрлі ауру түріне қарсы дәрілік ем қолдануы мүмкін. Яғни жүрек қантамыр жүйесінің ауруы, қант диабетін тексеріп, соған орай дәрілік ем қолданады. Әрине, мен мұны сіздер білу үшін үстіртін ғана түсіндірдім. Егер сізде осы проблема болса, міндетті түрде дәрігерге көрініп, ем қабылдағаныңыз жөн. Және де қорылдаудың бір себебі семіздік, яғни артық салмақ болғандықтан арнайы диета ұстап, және де күнделікті жаттығу жасап жүруді ұмытпаңыз. Егер де сізде немесе жақыныңызда осындай белгілер пайда болса, онда міндетті түрде дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамын, достар. Егер ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Және де сізге қандай ақпараттар қызық, маған тақырыпты бөліссеңіз болады. Келесі видеода кездескенше.